Баршаңызды Алло Медиа Нохатком жамааты атынан кіріп келатырған жаңа 2015 жыл менен құттықтаймыз. Ассаламу алейкум азиз достар, Алло Медиа Нохатком сайты ағзалары hamda internet tarmoqlari orqali ko'rib o'tirgan barcha ixlosmandlar. Nega barchangizga avvalambor kirib keltirgan 2015 жаңа жыл bilan qutlaqlaymiz. Allo Media Nokhat.com saytida Yumurbek rubrikasining жаңа жылғы sani internet tarmoqlarida. Demak, bugungi bizning mehmonimiz kechirasizlar. Yili kemakda sal kechikib o'tir, so'nga qaraganda qadrini o'tkazib qo'ydim men. Endi negizgi tushirdim mehmon bo'lu kerak edi. Nega o'zida kirib keldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz, men kechikdimmi deyman? Yo'q, maqsad siz kechikib ketdingiz. Navrat biz sal ertaroq boshlash berdik-da. Hozir keling, xush kelibsiz. Biroq bo'z kelibsiz. Sen yo'q, o'tiring. Nega bunga Yumurbek rubrikasining bugungi mehmoni жаңа жыл sanida estradamizning ajoyib qo'shiqchi yigitlarining biri, talantli do'stimiz Maqsad Xo'jasov. Jannamatga xush keldingiz deymiz. Qanaqa bordi degan studiya bo'lganda, men hozir kamera oldida Maqsad men ko'p vaqtdan beri seni ko'rsam, bir suhbatlashsam, bir so'roq tayyorlab qo'ydim-da, shu suhbatlashishingizni beraman deb. Ma'qulmi? So'roqlar bersin. Bo'ldi. Demak, so'roq qalay javoblar? Yaxshi. So'roq berishadimi? Ikkinchi so'roq amansizmi? Aman, Maqsadmi? Maqsad. Endi aman chiqardi deb ko'rdim. Aman Xo'jayev payqalsa deganda Maqsad Xo'jasov, aman endi bugun Maqsad bo'lib turadi. So Maqsad bo'lib turgan ma'qul. Demak, Maqsad Xo'jasov bugun mehmonda. Maqsad endi nega есік оны меде қағып тұрған жоқ, бірақ ол жақындап қалды жаңа жыл байрамында. 2014 жыл жұмақланып жатыр. 2014 жылда бір есіңізде қалатын қандай уақиға болды? 2014 жыл мен үшін бір жақсы жыл болды. Көптеген концерттерге қатынастық, сондай бір қызықты оқиғалар көп болды. Мысалы, біреуін айтып бересіз бе? Бір есте қалатын бір жетіскендікке. Енді мен үшін бұл жыл көп нелерге жетіскендіктерге еріштім. Өзім үстімде клиптер істеп, таза қосылар істеп. Енді біреуін айтып Біреуін айтсам екіншісі көп көйлеп қалады. Табыстар көп бұл ма? Яшына жаңа жыл байрамы деп отырмыз. Аяз аға сенесіз бе? Аяз аға жас кезде сенетін едік, қазір көбінесе қарғызға сеніп жүрміз қазір. Ер жеткеннен кейін бе қарғызға? Демек Аяз аға сенбейсіз, е? Сенбейміз. Демек Мақсат Қожасов Аяз аға сенбейді екен да? Кім Аяз аға сенбейді? Сен Аяз аға қашаннан бері сенбейтін болдың? Солмай. 9-шы классына дейін ол кезде болып жүрмін дегенше подаркаларын кім әкеп берді? Я білет қылдым ба? Үзір енді. Сіз келетіңіз білмей қалдық. Әлбетте бұл жаңа жыл әзілдер еді. Не hazır? Yumurbek. Екі әзіл айтып, Yumurbek деген сайын. Сенікі не? Жақсы, кешіресіз Аязда. Өтірік Аязда шығар деп қой енді. Жүре берді, сақал. Енді Кешірің енді. жаңа жыл болғаннан кейін Аязда өтірік бола ма ол? Түсінбейсіз болып жатыр. Берді Allo Media Nokhat.com сайты арқылы біз интервью алып барып жатыр бек. Рахмат, келің отырсаңыз болады неге? Келің, қонақ болың. Сөйді жайғасып алдық. Мен не өтіп аламан. Мінекей кіріп келатырған 2015 жаңа жыл кекселерді қадірлеу жылы деп белгіленді. Елімізде жүдә бір ажайып әзелден жасылгенді hürmet қатын халқымыз. Демек, сол жасы бойынша ең үлкен 2015 жасқа толған Аязда бүгін меймандар. Аязда қош келіпсіз. Allo Media сайт арқылы дүние жүзін құттықтау қылсаңыз болады. Рахмет Yumurbek балам. Hamma dünya жүзін Қарабақ жастары атынан Allo Media сайты арқылы жаңа жылыңызбен құттықтап қаламын. Рахмет. Енді Аязда келген жерге бір тақмақ айтылады, қосық айтылады еді. Қосық айтатын әме біледі да, енді бір тақмақ естіп көрсе қалай болады? Дұрыс? Аяз ата келіп тұр деген қосықты айтсақ бола ма? Қалай кейін? Тақмақ. Тақмақ па? Аяз ата келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр, сәлеміңді қойып тұр, шоколад жегім келіп тұр. Hazır. Шоколад па? Мен көп берген бола ма? Аяз ата Опа! ойнап айтып едік қой. Міне Мақсат ба? Бұл менікі. Ау,
түсізгі ме? О, үйіне Аязды түсін жумайды деп бе едің? Шындай ма? Жақсы. Ұстап тұр, ұстап тұр. Міне, Мақсат балам, Ой, не тормози. рахмет аға. Расында Аязат аға сенсек болады кен. Мынау сізге мен әлеуметтен Nohat.com сайтының атынан обратно. Рахмет балам. Рахмет. Енді Аязда маған басқаларға да соғалам жоқ бере әйтеуір. Сізге ма? Әзір сізге де бір соғалам ба? Атырдың жанынан бір мақсатқа бергеннен кейін екінші мақсаттан. Міне балам. О, маска. Оу, Аязда? Оу. Арсланбек Асқаровтың маскасы емес пе ол? Тоқтай тұр онда. Арсланбек Асқаров? Қателесіп кетіп пе? Арсланбек Асқаров. Міне саған. Оу, Аязда? Ол үстін көрмейді ғой, бөрі көріп тұр бөрі. Тоқта. Бұл қылыққа Арсланбек Асқаров, Рүстем Бөрібаев. Міне, Мақсат балам. Жол бастай айбатлы болып жүргейсің. Ох, Ма? Нейманға берер деген сұқая бізге жоқ па? Маған маска жоқ па не? Сен өзіңа маскың нормально ғой. Қазір мына маскыңнан өзгертсең, адамдар және танымай қалады. Яқшы, рахмет. Ал енді маған сұрауларыңыз болса, мархамат. Менде бір сұрау бар еді Аязда. Қасыңызда бір қарғыз жүретін еді. Ол қызы бала үйге мейман дегендей, қарғызы тұрмысқа шығып кетті. Ол жақында той. Той? Той болса, қызметте боламыз. Қызметте. Ал бұл не? Қарғызға визитка. Бұл визиткісі Мақсат Қожасовтың. Ол бізде тамадан неге әлеуметтен видео студиясы, съемкада қызметте болады. Жүде жақсы. Рахмет. Ал болады, басқа сұрауларыңыз болса, әлеуметтен Nohat.com сайты арқылы маған жолдасаңыз болады. Енді Аязда мен бір тақымақ айтып берейін мен енді. Айт. Аяз ата келіп тұр. Болады, өмірлік болам. Барып тұр. Сөйт, қатынасып кетеміз. Рахмет. Жақсы, Мақсат жолам. Болады. Рахмет. Демек, бізде мейманда, күтілмеген мейман Аяз ата мейманда болды. Рахмет дейміз. Хош болыңыз деп бағып қалып бәрі екінші. Хош бол Аяз ата! Хош бол. Аяздың қасында тұрып Аязды құлайын деймін. Енді Мақсат жаңа жыл деп жатырмыз, Аязда деп жатырмыз. Сол интернет тармақтарына кіріп жаңа жыл хақында қосылып іздесең, бірден Jingle Bells деген қосып шығады да. Бұл англичан тілінде айтылған. Қалай ойлайсыз, қосқышы сыпатында сол Jingle Bells-тің қарақалпақшасын шығаруға болмай ма? Енді қарақалпақшасын шығаруға болатын шығар, оны ауданнан алғанда жыңғыл емес, бұл елка ағашы деп істесін болатын шығар, бірақ. Правильно, әзілдеу болып кетеді, иә? Әзілдеу болып кетеді. Рахмет. Енді және бір сұрау бар. Жаңа жылда әркім әрқилы күтіп алады екен. Мысалы, Италияда жаңа жыл кешесінде көне мебельдерін, көне бұйымдарын көшеге лақтырады екен да. Бұл дәстүр не үшін біздерде қарақалпақларда жоқ? Не деп ойлайсыз? Енді қарақалпақларда туысқаншылық деген бар, ағаның інілі, ағасының киімін інісі киеді дегенде сондай. Гүлзат лақтырмаймыз десек, иә? Гүлзат лақтырмаймыз. Бөлесі бар, сондай. Мейірман, қалай? Түсінмен, Мейірман кім? Мейірман, мен бөлем? Жоқ, сәлем жолауатыз ба? Сәлем жолауатыз. Яман екенсіз. Енді Мақсат Қожасов біздер жақында білдік, студент екен. Талабан, яғни қайсы оқу орнында, қанегеріңіз қандай? Енді қазіргі уақытта Қарақалпақ мемлекеттік университетінде социал-экономика факультетінде финанс бағдар бойынша оқып жатырмын. Демек, келешекте экономист, финансист, да? Біз олар музыкант, қосқышы ма деп, қанеге басқа екен, да? Демек, сіз болашақ экономист. Демек, қанегеріңіз бойынша болашақ экономист, финанс қанегерге. Демек, енді сізге сұрау, экономист болашақ. Мысалы, 1 литр натурал су 3000 сом базарда, да? 1 литр. Ал 1 килограмм алма 4000 сом, да? Сонда пайда қайда? Енді мақсаға соқты жаздың күні алман класс 500 сом болады. Соқлар сок істеледі. Азыр енді қысқа сақлайман деген сонша уақыт өтеді ғой. Демек алнапсықта істейді десе сокты, ебін тапты. Және бір сұрау бар, экономистлерге тиесілі. Мысалы, базарда 1 килограмм кешір 1000 сом, да? Базарда. Ал біз үйдің жанында дүкан бар. Дүканда 1 килограмм кешір 1200 сом, да? Пақы 200 сом. Ал енді проезд жол ақы базарға барып келу 600 сомнан барасаң, 600 соммен келесең 1200 сом, да?
сонда олар қалай не пайда көріп жатыр үстінде деймін да гейшер алып сатқанда? Енді бұл жерде тек бір кило гейша сатпайды ғой. Дүкен іште бір кило гейшер үшін бармайды дейсің, Бір кило гейша үшін бармайды. Тауып қойды, жауап тауып қойды. Бәріне бір оптым бір бар, да? Енді естетіп өтеміз, Юморбек рубрикасы alommedia.com сайтында. Демек, рубрикамыздың бүгінгі мейманы, эстрадамыз қосықшысы Мақсет Қожасов. Мақсет, келесі сұрау. Енді болашақ экономистсіз, бірақ не үшін қосықшысыз сіз? Қосық айтасыз? Енді мен орында болғанда сен де қосықшы болар едің. Сен орында болғанда мен қосықшы болармын ба? Онда бір отырып көрейін орындаған екен. Көр? Бара алмадым қасыма. Рас. Рахмет. Көрдіңіз бе? Мына орында бір сыр бар. Алдын Мақсет Полат отыр еді. Енді Мақсет Қожасов. Қосықшының орны да бұл. Қосықшының орны, иә? Рахмет. Қосықшы басқа, қызықшы басқа деген сол екен да. Рахмет. Енді Мақсет, мысалы мен қосық айтпаймын да. Егер мына орында отырмасам деп қойды. Енді мен қосықшы емеспен, сол сіздердің барлық қосықларын тыңдаймын да. Ал сен өзіңнің қосықларын өзің тыңдайсың ба? Енді өзің қоссаңды, өзің тыңдайсың әлбетте, бірақ енді ықыласпен бәрін бақа береді да бұл. Тыңдағанда енді өзің қателігіңді біліп, сондай бір не үшін тыңдайсың, бір өзің қалай шыққан деп тыңдап көреді. Рахмет. Енді сол өмірлік жолдасыңыз, аты кім өмірлік жолдасыңыздың? Диларам. Дилярамен ойласып көресіз бе, мына қосық бола ма не деп ойласыз ба? Расын айтың енді ойына. Енді ол әлбетте ойласуға мәжбүр боласың деп өзіңіз айтқансыз ғой. Қайық айтқанмын мен. Бір әзілдеңіз де бар ғой. Үйленгеннен кейін ойласуға мәжбүр боласың. Дұрыс. Сондай ойласуға Ең бірінші тыңлаушы сол Диларам десең, иә? Дилярамға сәлем жолдасаңыз болады, интернетке кіре ме ол? Енді интернетке кірмейді, интернетке көңілге кіреді десең, иә? көңілге кіреді. Жақсы. Енді Мақсет, мен әркімнің кішкентай уақытта лақабы болады, еркелетіп қысқартып айтады. Туысқандарың, дос-жарандарың сен кішкентай уақытта не деп айтатын еді, лақап қысқартып? Енді лақап Секош, Мекош, Еркош деп ергілдер ғой сондай. Сені кім деп шақыратын еді кішкентай уақытта? Расын айтпасаң шығармаймын саз, отыра беремін. Макош дейтін еді, енді ол Макош. Макош? Демек, бізбен бұдан 17 жыл бұрынғы Макош аз сәубеттер отыр, рахмет. Макош Қожасов. Енді қосықшылықтарына кіріп келген уақытта ең дәслеп бірден үлкен сахнаға шығып кетпеген шығарсың. Кішкентай сахналарда шыққандарыңыз ядыңызда ма, қашан болды бұл оқиғалар? Енді мектепте уақытлары кішігірім байрамларда сахнаға шығатын едік. Сондай бір отан ақтында қосылар айтып. Одан кейін сахналар, үлкен сахналар. Жақсы, ұстазыңыз кім? Ұстаз енді ең бірінші ұстазларымыздан Бақтияр Қазақбаев. Одан кейін енді ағамызды айтсақ болады, ұстаз сол қазына ертіп, сол тарауға кіргізген сол ағамыз болып есептелінеді. Одан басқа да көптеген ұстаздарымыз көп. Рахмет. Бұл тарауға байланысы жоқ бір әзіл сұраулар бар да, бірақ іләж барынша бір дұрыстап жауап беруге әрекет етсеңіздер. Мысалы, пульттің батарейкасының заряд таусылып басылса, қаттылау басады кнопкасын телевизорға қарап та, сізде сондай жағдай бола ма, қаттылау басады? Істемей бастайды ғой, батарея заряд таусылып, қаттылау басады, сізде бар ма сондай әдет? Енді қаттылау басып істесек ма ол? Сонда алады деп ойлайсыз ғой, енді қаттылау басып, сондай. Хамемізде бар екен да, тек мен демедім, сізде бар ма, иә? Бар. Енді екінші сұрау, енді қазір заманауи жылап жатыр, қол телефон, hamma жерде қол телефон да. Мақсат, расын айтың, қол телефонсыз неше күн жүре аласыз? Сынап көрдіңіз бе? Енді қол телефонсыз жүре алмаймын. Жүре алмайсыз, иә? Рахмет. Мойлада Мақсет Қожасов, сол менің телефоныммен сөйлесіп алсам екен деп тұрамын. Әзіл. Енді интернет тармақлары, Одноклассники дейді, Агент, Facebook дейді, осы тармақларға кіресіз бе? Қанша уақыт ажыратасыз күніне интернетке? Енді интернетте көп отырмаймын, бірақ кіремін ол сайтларға. Көп уақытымды кетірмеуге әрекет етемін. Сөйтіп? Болған? Кіресіз шығасыз, иә, болған? Кіремін. Мына ауыз тесте шығыресіз. Асығыз десің, иә? Сәлем деймін болған. Бұл жерде привет.
Рахмет. Енді ықыласпенділерден алдала келіп түсетін сұрауға алдала білетін қабілетім бар да мен. Сондай бір сұрау сізге. Енді тойларға қызметке бұйыртыла беретін болсақ, қолақыңыз қанша тойға? Енді халқымызға әртүрлі тойлар көп. Қызмет? Қызмет. Түрлері көп? Түрлері көп. Біреулер 3-4 қосыққа шақырады, біреулер 1 сағат, 2 сағат. Бір күн davomында қызметке шақырады. Әртүрлі келісімге байланысты. Сол уақытына қарап келісімді істей бересіз, иә? Yaxşı. Продюсер арқылы жұмсалып барасыз ба, я бұйыртпаларды тікелей өзіңіз қабыл етесіз бе? Енді қазірше продюсер жоқ, бұйыртпаларды өзімізде. Iltimos болған әзірлендім. Продюсер тапсаңыз бізге де айтарсыз. Менде де продюсер жоқ, сол үлкен машқала, демек. Естілет өтеміз, бүгінгі Юморбек рубрикасы әлеуметтік ноқат.com сайтында жаңа жыл санында мейман эстрадамыз жұлдызы Мақсет Қожасов. Мақсет, енді біздің сондай бұл екінші рубрикамыз, сол екі рубрикадан бері дәстүрге айналып жатқан бір неміз бар да, бір әдетіміз. Сол келген меймандар сайтқа арналған ба бір әзіл пародия қосқыларын тәйірлеп келу керек. Тәйірсіз ба? Алдыңғы Юморбек рубрикасында бір нені көргенімде, осы пародияны көріп едім, сол Мақсат Полатов бір сайтымызға бір пародия қосып шығарған, сол менде бір сондай бір пародия істеп келгенмін, бірақ бір қағазға жазып келгенмін, соны Қағазға? Жазба түрде? Жазба түрде. Заманға сай да ауызша жазба түрде бәрі бар да. Рахмет, тыңдаймыз оны. Қысымға. Демек, пародия қосық, иә? Iltimos parodiya қосып айтпастан бұрын әлеуметтік ноқат.com'нан сіз сүйген қосықлар. Мархабат. Әлеумедиа сайтына бір күні мен кіріп қалдым, сонша қызық жаңалықты сайтымыздан біліп алдым. Сайт ішін араладым, кереклесін сараладым, жақсы клиплерді қармақтаслап тартып алдым. Жаным сенде жаным Мехрибану. Мехрибану? Мехрибану кетті ғой. Мехрибану дейсіз. Мақсет, Юморбек рубрикасына шыққаныңыздан пайдаланып, әлеуметтік ноқат.com сайты ағзаларына, бүткіл дүния жүзі халқына, елімізге бір байрам тілектер болса білдірсеңіз болады. Жаңа жыл менен бәрше осы сайт ағзалары һәм шетте жүрген замандашларымызға жаңа жыл жақсы кіріп келсін. Сол жаңа жылда жақсы тілектер һәм мен халқымызға тілеп қаламын. Тойымыз көп болсын. Той тықтың яғыр, заказ десең, иә? Сондай бір жаңа жыл ометлі жыл болсын. Рахмет. Демек, әлеуметтік ноқат.com сайты, Юморбек рубрикасы, бізбен мейманда жаңа жыл санында эстрадамыз ажайып қосқышысы Мақсет Қожасов еді. Рахмет, Мақсет, қымбатты уақытыңызды ажыратып келіп отқан үшін. Такси күтіп тұрды, енді қайта берсеңіз болады. Basa bir sen hamisha Жаңалық іздедің сен хеш тоқтама Эстрада жұлдыздарының ең соңғы жаңалықтарын жаратушы Барамыз ақтамай біз биік шыңдарға Баршамыз бірлестік әлеуметтік сайтында Бұл әлеуметтік ноқат.com сайты көпке жұлдыз болып жанбақты Баса бір сен хamisha Жаңалық іздедің сен хеш тоқтама Рахмет, Айста келім ортада жұлдыздарының ең соңғы жаңалықтарын жаратушы Ассалаумағалейкум. Пародия қосық, иә? Iltimos parodiya қосып айтпастан бұрын. Сіз сүйген қосықлар. Запись бассыз ба? Кетті ма? Болды. Көрдім? Рәсей, мына арасы мына орта қосып көрсіз дегендегі. Құтырға қосама, мына жерде отырсын. Жасмақсен, жаңа өнемелі отырасыз, аястан мына жерде отырасам, атман. Алмен түріп тұрамасыз. Бұл, нұрман, аздан қаттан басып. Я, Мақсет, тоқсын бар, сен кешке мен. Наоборот, бізден сәл ертерек бастап жүрді да. Қасып сәкен, аз тойын бар дейді. Жұлдыз болып жанбақты